Ағаларымыз Насулды мынандай бір пікір кепті. Пікір жазғаныңызға алғыс білдіремін, біріншіден. Екіншіден, мен ислам религиясында болмаған үшін қазір жылап сықтамаймын. Құдайға шүкір, қазақпын, тәңірлік дінім бар. Шөппен емделем, суға шомылам, күнге абынам, тасқа қыздырынам, аруағыма сыйынам, тәңірлік Құдайыма сенем, шежіре заңмен өмір сүрем. Өйткені мен қазақтың қызымын, Құдайға шүкір. Әкем де қазақ, анам да қазақ, ата-бабам барлығы қазақ. Мен не үшін, маған не керек ол ислам религиясы? Біреудің құлдық санасы маған не керек? Сананы улайтын, осы өмірді жалған санап, о дүниені бақилықты аңсайтын, өлімді аңсайтын религия маған не керек? Маған өз қазағым діні ұнайды. Осы жарық дүниені таңдаған ұлтпыз. Осы жарық дүниеде біз өмір сүреміз. Осы жарық дүниеде біз ұрпақ әкелеміз, өсіреміз, тәрбие береміз, өсіп өнеміз. Қылмыс жасасақ, осы жарық дүниеде біз жазасын береміз, жазасын аламыз. Ала жіпті аттамаған, үш нәрседен сақтанған, обал болады, жаман болады, ұят болады дегеннен бір сөзге тоқтаған ұлт едік. Қас керісінше, Қайгүл Серік жаңағы айтқандай, салттар келіп, қайыршы, жалаң аяқ біреулердің религиясына мойынсұнып, сіз сияқты қазақтар, сіздердің жеке куәліктеріңізде ғана қазақ. Мен сізді қазақ деп санамаймын, өкінішке орай. Мен үшін уайымдамақ қойыңыз, мен де сіз үшін уайымдап тұрған жоқпын. Өйткені ол сіздің таңдауыңыз. Біз айырлы мемлекетте өмір сүреміз, өкінішке орай. Құдайдың қазір солай шешімі шығар. Бұрын марқұм анам айтатын, Қазақстан екінші Америка болады деп. Өте көп ұлттар, өте көп религиялар. Бірақ бұл біздің ата қоныс жеріміз, ана тіліміз, біздің мирас мұрамыз, ата-бабадан келе жатқан, біз оны сақтап қаламыз. Мейлі 7 миллион болайық, мейлі 4 миллион қазақ қалсын. Бір қазақ болса да, аруағына сыйынған, Құдайына сенген, Құдайына қараған қазақ өмір сүреді. Жоқ болып кетпейміз. Біз әлімсақтан бері келе жатырмыз, адам атадан бері келе жатырмыз. Ол уақытқа дейін мың өліп, мың тіріліп жоқ болып құрып кеткен жоқпыз. Әрмен қарай да өмір сүріп, ұрпағымызды өсіріп, көсегеміз көгеріп, Құдайға мың шүкір, мың тәубе, аруақтарға мың тағзым. Мен мақтанам қазақ болғаныма. Тәңірші қазақ болғаныма мақтанам.